Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Баршаларыңызға Алланың амандығы мен есендігі болсын. Құрметті қазақ елі, өте қайғылы хабар. Баршаларымыз сене алмаймыз, сенгімізді келмейді. Абдуғаппар Сманов ұстазымыз дүниеден озды. Бұл Алланың қалауы, біз сабыр етуіміз керек барынша. Әрине, бізге жалса біз қимаймыз. Өзегіміз өртеніп барады. Бірақ Алладан келген пенде Аллаға қайтушы екен. Сондықтан да құрметті қазақ елі, барынша тірі кезімізде әр адам бір-біріміздің қадірімізге жетейікші. Өлгеннен кейін өзегіміз өртеніп қалмасын. Тірі кезде қадірімізге жетуіміз керек. Міне, елдің исламға келуші адамдарға себепші болған шатырдың бір стойгысы құлаты ағайын. Бұл өте баршамыздың қабырғамыз қайысты. Сондықтан да құрметті қазақ елі, Абдуғаппар ұстазымыздан айырылып қалдық. Енді біздің қолдан келетін ол тек қана дұғамыз. Алла өз рахметін алсын. Жәннатил фирдаусты Аллах нәсіп етсін ол кісіге. Құрметті қазақ елі, бұл тұмау шынымен де болып жатыр. Қаншама көршілеріміз, ата-анамыз, бүткіл адамдар ауырып жатыр. Немқұрайлы қарамасаңыздар екен. Мынау елді азғырып аққан неше түрлі олигархтардың сөздеріне ермеңіздер. Тәртіпке бағынуымыз керек. Құрметті қазақ елі, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Сондықтан да сақтық сарасын сақтаңыздар. Әр адамның өмірі қымбат әрине. Сондықтан өміріміз керек болса, сақтық сарасын сақтаңыздар. Абдуғаппар ұстазға дұға етіп қойыңыздар. Баршаларыңызға Алланың амандығы мен есендігі болсын.